Қайырлы күн оқушылар, сендермен 7-ші сынып алгебра 2 айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін графиктік тәсілмен шешуді орындаймыз. Енді біз бірінші түзудің формуласын еске түсіріп көрейік. Ол бізде y тең kx қосылған b еді. Мынау осы түрге келіп тұр. Кей есептерде бізде теңдеу түрде жазыңыз дейді. Онда мен мысалға жай ғана былай жазсам болады. Мынаны мен теңдеу түрде жазып көрейін. 2x минус y тең 3-ке деп жазсам болады. Келесі мысалға x минус y тең 1-ге деп жазсам болады. Немесе минус 1 деп жазсам болады. Осындай теңдеуімді теңдеуге айналдырып жібердім. Немесе былай жазсам болады. y минус 2x тең 3 деп теңдіктің ар жақ бетіне өткізсем. Немесе y минус x тең 1 деп айналдырып жүрсем, теңдеуге айналдырдым. Немесе сендерден мына түрге айналдыр деп сұрайтын болса, жай ғана y-ті тап деген сөз ғой. y тең 2x минус 3. Сонан соң y тең x қосылған 1 деп орындасам болады екен. Енді біз 6-шы сыныпта өткенбіз, бұны қосу деген тәсілмен шеше аламыз, алмастыру деген тәсілмен орындай аламыз. Қазір біз осы берілген функцияны біз графиктік тәсілмен шешуді орындайық. Біріншісі, мен графикті кесте арқылы орындаймын. 2x минус 3 кесте сызамын, x және y. Мен мына жерге x-тің орнына 1 қояйын. X тең 1 қойғанда y тең 2 көбейтілген 1 азайту 3 деймін. Y тең деймін 2 алынған 3. Y тең минус 1. Осы минус 1-ді апарып мына жерге қоям. Минус 1. X-ім 1 болғанда Y-ім минус 1 болды. Келесі X-тің орнына 2 беріп көрейік. X-ім 2 болғанда мына жаққа жазам. X тең 2 қоямын, Y тең 2 көбейтілген 2 азайту 3. Y тең 4 алынған 3. 4-тен 3 алсам бізде 1 қалады. Мына жерге 1. Міне біріншінің график бізде дайын. Кестесі дегенім. Келесі Y тең X қосылған 1. Осыған кесте саламыз. X және Y. X-қа минус 1 берсем, онда мен мына жаққа жазам. X тең 1 болғанда Y тең минус 1 плюс 1. Y тең онда 0 болады екен. Келесі 2 беріп көрейік онда X-қа. X-қа біз 2 деген сан қойсам, Y тең 2 қосылған 1. Онда Y-ім тең 3-ке. Мына жаққа 3-ті, мынаған мен 2-ні жазам. Енді графигін салып көрейік біз. Графигін саламыз, қиылысу нүктелерін. Қазір біз GeoGebra деген бағдарламамен салып та көреміз сосын. Так. X өсім, мынау біздің Y өсіміз екен. Мен мына бірінші кестені қолданамын, мына жердегі. Кестені қолданамын, біріншісін сызам. X-ім 1 болғанда, мынаны мен 1 деп аламын. X-ім 1 болғанда, Y-ім кішкене мына тұстан алайын. Так, немесе мынаны кішірейіп, бұлай жазайық сонда. 2 тор көзді алайын мен. X-ім 1 мына жерде, онда Y минус 1 мына жерде. Екеуінің қиылысқан тұсы мына тұс. Осыған бір нүкте белгіледім. Келесі мен енді X-ім 2 болғанда, мына жерде 2, онда Y-ім 1. Бәрінде бірлікті сақтауға тырысамыз. Онда нүкте мына тұста екен. Мына тұста бір нүктем. Осы 2 нүктені қосам енді мен қазір. Мынандай бір түзу арқылы қосайын мынаны. Мынандай бір түзу салып алдық біз. Осы түзу, енді бұғының бойына жазам мен. Бұл қандай еді? Y тең 2x минус 3 деген түзудің графигі. Енді екіншісін салайық біз. Екіншісі x-ім минус 1 болғанда, міне минус 1, y-ім 0, онда нүкте осы жерде қалады. Келесі x-ім 2 болғанда, y-ім 3 дейді.
Так, 3 пен 2-нің қиылысқан тұсы мына жер. Мына жер. Енді осыны 2 нүктені қосамыз. Мына 2-ні қосамын, сосын созамын. И мен мынаны да созам бұлай. Мынаны да бұлай созам. Негізі екеуінің қиылысқан тұсы бізде мына жерде тұр. Оны біз қызыл нүктемен белгілейін. Мына нүкте. Мына жерде мына қызыл деген нүктемен белгіледім. Мына жер 2 түзудің қиылысқан тұсы екен. Бұл шамамен мына жерім 3 болсын, мына жерім 4, мына тұсым 5 болсын. Мынау шамамен 5 пен мына жерім 4, 5, 6. 6-да 4 болып тұр жауап. Мына жерді шамамен 4-те болсам, мына жерім 4 шамамен. Мынау шамамен 4, нақты, сосын мына жерім 6. Сонда x тең 4 болып тұр, y тең 6 болып тұр. Біз мына жерде график арқылы анықтадық. Енді біз аналитикалық жолмен, яғни бұл екеуін қосу немесе қазір біз оны геогебраға салып көрейік. Геогебрада да осындай шығады ма екен? Мен қазір геогебра бағдарламасын ашамын. Оқушылар, мен геогебра деген бағдарламаны аштым да, енді жаңағы 2 теңдеуін жазам. Бізде біріншісі y тең 2x минус 3 жазам. Мына жаққа мен тілді ағылшын тілге аударып алдым. Y тең 2x минус 3. Міне мен бір түзуімді салдым. Екінші теңдеуді жазам, енді мына жақтан қарап аламын. Екіншісі y тең x қосылған 1. Y, так, екіншісін жазам. Y тең, так, жаңа қалай еді? X қосылған 1. X қосылған 1. Так, мына жерде енді мен кішкене бұлай ашамын да жазам. Екеуі қандай тұста қиылысты? Міне 2 теңдеуді жаздым. Бізге геогебра сызып берді. Так, қандай тұста қиылысып тұр? Қазір біз қараймыз. Қиылысқан жерін байқасақ, x-іміз 4 дұрыс жазыппыз. Енді мына қиылысқан жеріне мен қазір бір нүкте жазам. Так, мен мына жерге қиылысқан жеріне, міне, так, x-ім әртүрлі болып өзгереді екені. X-ім 4 болғанда шамамен 5 екен. Біз 6 қылып алып жүріппіз, е. Мына жерге добавить точку деген бар еді негізі. Міне қиылысқан түсі міне тұр екен. Бұны мен қазір бір басқа түспен белгілеймін. Мына түзуді жасылмен белгілейік. Қазір сары болсын. Мына түзуім цветі, так, мынандай бір жасыл қылайық, мынандай жасыл болсын. Екеуінің қиылысқан тұсы мына жер болып тұр. Мына x-ім 4, y-ім шамамен 5 болып тұр. Так, бізде инструмент, точка добавить деген бар еді ғой мына жерде. Точка. Мен мына жерге точкада добавить етем, міне. Міне А деген нүкте, оған цвет қоям. Мына жерге цвет қояйын. Мынандай бір қызыл түс, міне. Екеуінің қиылысқан тұсы екен. Жаңа біз мында сызып алдық. Міне x-іміз 4 болды да, y-іміз 6 болып кеткен еді. Бірақ негізінен геогебрада шамалап бізді бір-бірлікке жоғарылап кеттік. X-ім 4 болып тұр, байқасақ, міне x өсім, y-ім шамамен 5 болып тұр екен. Мұнда тағы да басқа теңдеуді жазып көрейік енді. Енді біз мына есепте аналитикалық жолмен, яғни қосу тәсілмен шығарып қойып кішкене. Мына теңдеуге айналдырам. Y минус x тең 2-ге. Келесі y минус өтіп плюс болып келеді да, x тең 10-ға. Енді осыны біз қосу деген тәсілмен шығарып көрейік. Қосу. Мен мына y-қа y-ті қосамын, онда 2y. Мына x-қа x-ті қосамын, минус пен плюс жойылады да, тең 2-ге 10-ды қоссам бізде 12 болады екен. Y тең 12 бөлінген 2, y тең 6 болады. Y-ті тауып алдық. Мен x-ті тауып олсын, мына теңдеудің просто орнына қоя салсам болады. Y-ім 6 қосылған x тең 10-ға. X-тің 4 екенін біліп тұрмыз, я? Әрі қарай. Бізде мұнда
Енді жазып алам. X бізде 4, X тең 4-ке, Y тең 6-ға. Яғни жақшаның ішіне жазсам болады. X-ті бірінші жазамын 4, 6-ны жазамын мынау X-ке қатысты, мынау Y-ке қатысты. Енді осыны біз геогебраға салып көрейік дәл қазір, я. Y тең X қосылған 2 мына жерге жазам. Ағылшын тілге қойып алдым. Y тең X қосылған 2 деп жазам. Міне, енді екінші теңдеуді жазам. Екінші теңдеу қандай бізде? Y тең 10 минус X. Y тең 10 азайтылған X. Міне байқасақ, 4 болып тұр X-ім, Y-ім 6 болып тұр. Міне дәл осылай шықты бізде. Мына жерге мен қазір инструмент дейін точка қоям. Точка. Мына жерге точка қоям. Міне екеуінің қиылысқан цветін өзгертейін. Так. Енді цвет өзгермей жатыр. Жарайды, мынаны бізде түсі өзгермей жатыр. Пересечение. Біз пересечениені белгіледік. Мынаның түсін өзгертейік, жарайды. Жақсы, мына жаққа өтейік та, мынаның түсін өзгертіп көрейік. Міне өзгереді екен түсі. Қызыл қылып, мынандай қызылға өзгертейін. Және нүктені үлкейтейік. Міне А деген нүктеде қиылысып тұр. Байқасаңдар, бұл X өсімен 4 болып тұр да мына жерде. Y-пен 6 болып тұр. Енді жаңағымызбен тең ба бірдей шықты. Міне біз жаңа шығарған едік. X-ім 4 дұрыс екен. Y-ім 6 дұрыс екен. Аналитикалық жолмен жаздым да, сосын геогебра деген бағдарламаға сала салдым. Демек дұрыс шықты. Мына қиылысқан түсін А дедім. Мынау бізде бірінші теңдеу, мынаның түсін өзгертейін мысалға. Бұны мен мынандай түске өзгертейін, мынау жасыл болды міне. Екеуінің қиылысқан тұсы А деген нүкте екен, я бізде. Сонан соң біз өткен едік, алдыңғы сабақтарда мынаны өшірейік. Егер түзулер параллель болса, X-тары бірдей болса деп өткен едік. Қазір соған байланысын сызып көрейік. Y тең дейік. Y тең 2X минус 1 дейм. Келесі екінші теңдеп жазам. X-і бірдей болсын. Y тең 2X. Міне байқасақ, екі түзу параллель орналасып тұр. Міне бір-бірімен қиылыспайды. Тағы да біреу салып көрейік. Y тең 9X қосылған 3 болсын. Келесі Y тең 9X минус 2 болсын. Байқасақ, мұнда тағы да параллель болатын, міне екі түзу пайда болды. Бұл екі түзудің түсін өзгертейін енді мен. Мынаның түсін өзгертейік. Мына түзудің түсін өзгертейік. Так, мені жақсы байқасақ, мына жерде бізде параллель болды. Мені сарыға өзгерттім. Мына түсті өзгертейін. Мына түсті өзгертеміз. Так. Мына түсті өзгертейік. Не қолдың. Жалпы байқасақ, онда бізде параллель. Бұлар бізде қиылыспайды екен. Қиылысып кеткен басқа түзулер ғой. Мына алдыңғыларды өшірейік. Удалит, мына теңдеуді өшірдім. Мына теңдеуді өшірейін, удалит. Бізде мына екеуі ғана қалды. Мына екеуі қиылыспайды. Параллель орналасқан. Енді біз перпендикуляр дегенді өтіп едік. Қазір сол перпендикулярды салайық енді. Так. Y тең 2X қосылған 3 болсын. Келесі Y тең минус 1 бөлінген 2X плюс 1. Мына жерде мынаны қалай жаза аламыз? Так, мынаны алгебралық түрде қалай жазамыз? Так. Міне. Y тең. Так, бізде инструмент.
функция кнопка. Так. Мына жерге мен y тең дейін 0,5 2-ден 1 солай жазсам болады ғой. Тең минус 0,5 x минус 1 десем. Байқасақ, мына бізде перпендикуляр болып, мына нүктеде қиылысты. Перпендикуляр дегеніміз ол 90 градуста қиылысады екен. Біз геогебра деген бағдарламада әрқайсысын сызып көрдік. Енді жаңағы біз беттеседі дегеніміз бар еді, соны сызып көрейік. Y тең 3x минус 1. Беттеседі деймін, дәл осын жазам астына енді. Y тең 3x минус 1. Мына дәл үстіне түсіп қалды 2 теңдеу. Мына жерде 2 неміз тұр. Мынаның цветін өзгертейін қазір. Так, мынаның цветі, мынаны өзгертем қазір мен. Так, мынаны өзгертемін. Мынау бізде қызыл түс болып тұр. Олымыз қайда кетті. Мынау бізде мына түс міне. Бізде екеуі мына бір-бірінің үстінде тұр міне. 2 түзу. Енді біз мына теңдеуді шешіп көрейік енді. Мына жерде так, қосу тәсілмен шығарып көрейік. Сосын мына жаққа график саламыз, сосын геогебраға жазып көрейік. Қосу тәсілі мұнда x минус y тең 2. Мына жақта 2x минус 3y тең минус 1. Бұны қосу деген тәсілмен шығару үшін не x-тарын бірдей қалып алуымыз керек, x-тарымыз жоқ, y бірдей болсын, мынаны 3-ке көбейтейік. Тек мына теңдеуді ғана 3-ке көбейтім, әрбір қайсын. 3x минус 3y тең 6-ға. Келесі 2x минус 3y. Мен мына екінші теңдеуге тиіскен жоқпын, онда просто өзін көшіріп жазам. Енді қосамын, жаңа не үшін 3-ке көбейтім, қазір түсінікті болады. 2x-қа 3x-ті қоссам, бізде 5x. Жоқ, мына жерде плюс болу керек еді ғой бізде. Онда мен мынаны жоқ, мына жерде біз ондан минус 1-ге көбейтіп жібереміз. Минус 1-ге көбейтіп жіберемін. Әзірге қосуға асықпай тұрайық онда. 3x минус 3y тең 6-ға. Мен аны минус 1-ге көбейтем. Минус 2x плюс 3y тең плюс 1. Мынаның әрбір қайсысын минус 1-ға көбейттім. Мен минус 1-ға көбейткен үшін әр қайсының таңбасы өзгеріп кетті. Мына 2x-қа 3x-ті қосам, қосылады, бірақ бұлар азайтылып кетіп, x қалады. Мына екеуі жойылды. Мен осылар жойылу үшін әдейі 3-ке көбейттім, сосын минус 1-ге көбейттім екінші теңдеуді, осылар жойылып кетсін деп. Тең деймін да 7. Жай ғана x тең 7 бола салды. Маған енді y-ті табу керек. Y-ті табу үшін мына бірінші 3x азайту 3y тең 6 дегенге қойып көрейік. Жоқ. Мына жақтағы бастапқы мәнге қойайық та, жоқ. 7 бізде x-ті мәні алынған y тең 2-ге. Енді y-тің 5 екенін біліп тұрмыз. Онда мен жазамын x-ім 7, y-ім 5 екен. Мені біз 7 және 5 дегенді біз аналитикамен тауып алдық. Қазір енді графиктік тәсілмен шешіп көрейік. Біз мұнда аналитикалық жолмен x-тің 7-ге тең болғанын таптық мені, y-тің 5-ге тең болғанын жаздық. Енді осыны біз геогебра деген бағдарламаға салып көрейік. Мен жазам. Так, біріншім қалай еді. x минус y тең 2. x минус 2, y тең 2-ге. Міне бір теңдеуім. Келесі бізде 2x минус 3y тең минус 1. 2x минус 3y тең болады минус 1-ге. Мен қазір мұнда инструмент добавить етіп, нүктені белгілеймін мына жерге, пересечениеға. Қазір біз жақындатып көрейік енді. Так, точно 7 мен 5 деген нүктеде қиылыстым екен. Байқасаңдар, міне x-ім 7 болып тұр, y-ім 5 болып тұр екен. Мұнда біздің теңдеуіміз аналитикалық жолмен де графиктік тәсілмен бірдей болып тұр екен.